Біздерді жолықтырған өнер екен, жеңгемнің төгетіні өлең екен. Баяғыда болыпты бір оқиға, мен соны қандастарға өлең етем. Әйелі жас босанған бір ағамыз болдырханаға асығып келеді екен. Баламадан ұқсай ма деп сұраса, әйелі жоқ деп жауап береді екен. Енді саған ұқсай ма деп сұраса, жоқ деген жауаптағы келеді екен. Құдай-ау кімге ұқсайды деп сұраса, сен оны танымайсың деген екен. Жеңгеміз көп балаға жариды ма, намысын қайнысының жаниды ма? Жамиға ел алдында шыныңды айтшы, Құзарбек әлгі адамды таниды ма? Ау, байқасам ақылымда кемел екен, қалжыңға шамданайын неге көкем, мен де саған бір әзіл бастайыншы. Тыңдаған мына халық не дер екен, баяғыда бір жігіт балалы боп, ерекше қуанышқа енеді екен. Баласының жарым жаста тілі шығып, бүкіл ел қиқыметке сенеді екен. Алдымен ата деп тілі шығып, шалбай қыз тіл тартпастан өледі екен. Екінші рет апа деп шақырғанда шалының көргенін ұл көреді екен. Үшінші рет шеше деп шақырғанда шешесі жер қойнына енеді екен. Төртінші рет әкесіне кезек келіп, тағдырдың салғанына көнеді екен. Қай уақытта ақынды шақырат деп, уайымы жігіттің бөлек екен. Бір күні әкетай деп шақырғанда көршісінің жігіті өледі екен. Алғайының басып отыр ентігіңді, мен саған айтқызайын ең шыныңды. Өзің де биыл ғана үйленіп ең, алып ең еліңдегі ең сұлуды. Үйленесе біздің елге кетіп қалдың, танытып еркекке тән ершіміңді. Құзарбекті күндеймін деп жүргенде, қайным өзің берме зоршығынды. Балаңның тілі жаңе шыққан кезде, өлтіріп сап жүрмесін көршімізді аубайын.